Кайырлы күн. Бүгін өте бір керемет күн. 10 тамыз Абай күні деп жатыр. Қандай бір қазақтың бойындағы қаны деген, мына қазақпын деген адамға, әсіресе жастарға үлкен бір ой салатын бір керемет күн екен. Осы Абай күні дегенді естіп, мені бүгін қонаққа шақырып отыр. Оралхан Бөкей атындағы үлкен орталық кітапхана қызметкерлері ұжымына үлкен алғысымды айтамын. Қандай керемет іс-шара өткізіп жатыр. Қаншама халық жиналды. Абайдың көп ұлттылығының, Абайдың жалғыз қазақтың ғана данасы емес екендігін дәлелдеп, біздің Өскемен қаласындағы өзге ұлт өкілдерінде келіп, осы тыңдап, жаңағы өзіміздің білетін 45 қара сөздерін қазақтың балалары жатқа айтып жатса, соның арасында орыс тілді балалар шығып, таласа, олардың да айтып жатқаны көңіліңді көтереді екен. Сондай бір үлкен қуанышқа кенеледі екенсіз. Мына жерде қаншама кітаптар тұр Абайдың. Абай туралы жазылған кітаптар, естеліктер, әңгімелер, осының барлығын оқып, осының барлығын тоқып алсақ, бізден бай адам жоқ, бізден рухани бай адам жоқ деп ойлаймын. Бүгінгі кеш өте жоғары деңгейде өтіп жатыр. Сондай керемет қуаныштымын. Жиі болса екен деп тілеймін. Менің атым Жансұлу. Мен 47-ші мектепте 8-ші класты бітірдім. Мен бұл іс-шараға Абай туралы көптеген мағлұматтарды, өзім білмеген көптеген ақпараттарды білу үшін келдім. Кино туралы бұрын соңды естіген де және көрген де емеспін. Бұл киноны көру арқылы мен Абайдың өте ақылды және данышпан адам екенін байқадым. Мен бұл киноны толық көрген жоқпын, сол себепті үйге барып интернеттен толығымен көремін. Осы кинолар арқылы ұрпақтан ұрпаққа адамдар көптеген мағлұмат алып, Абайды ешқашан ұмытпай, сол кісіні ылғи да есте алып жүреді. Сондықтан осы кино жағы қатты ұнады. Абай называется словами назидания. Добро приходит быстротечно, а зло в любое время вечно. Надежду контур взлипнул, вернется мысли бесконечно. Вонзать ход войны и шпоры, увяз в печали сердечной. Уйдешь в одну печаль, и тут же их сон выгонит ветер встречный. Старик, летучий страж качели, кружа верхом, рыдает желчно. Өте керемет әсер алдым, себебі кәдімгі шын сияқты. Шындығы соншама, даже айналаңдағы адамдарды да ұмыт кетесің. Содан кейін бәрі аттарды, қойларды, например, содан кейін Абайдың әжесін бәрін көруіне болады. Соның бәрі өте керемет. Бұл очкиден ішінде жүрген сияқтысың. Өзің кигіз үйде қайда екеніңді ұмыт кетесің. Және аздап кейбір жерлерінде күлкілі жерлерде болады. Сегодняшнем мероприятии мне понравилась сама библиотека, фильм, который мы смотрели, но не до конца, но все равно понравилось. Он душевный. Сегодняшние конкурсы, что мы рассказывали, что нам рассказали, мне все понравилось. Библиотека очень большая, очень красивая и интересная. Бұл камера өте күшті, ол жерде бәрі шын болып көрінеді, адамдарды даже көрмей қаласың. Камерада қойлар бар, кигіз үйлер бар, Абайдың өзі бар, Абайдың әжесі, аттар, бәрі бар. Ол жерде бәрі қызықты. Оралхан Бөкейдің кітапханасына келдім. Бұл жерде тоғызқұмалақтан ойын ойнадық. Мен тоғызқұмалақ ойынында көптеген қызықтар білдім. Маған өте ұнады. Бұл жерде киіз үйдің ішін көрдім. Және Абай туралы көптеген жаңадан мәліметтер білдім. Сенсіз түнді